Мына ұзақ-ұзақ шапалақтарыңыздан кейін қандай өлең айтарын білмей қалды ғой. Жалпы мынау алтын тоның болса да жағаменен жең керек, қандай мықты болсаң да ағайынмен ел керек дейді. Ағайын болып, ел болып келіп отқаннан кейін бүгін Бекзаттың тойын бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, кәйтсек осы тойды қызық қыламыз деген ниетте отырайық ағайын. Ендеше құлақ әнде, ауыз дәмде болсын деген ниетпен ортамызға тағы өздеріңіздің жерлестеріңіз, сонау Шымкент қаласының тумасы, Алланың құлы, қожаның ұлы, қазақ сахнасының гүлі десең бе? Бауыржан Бекахметұлдарыңыз шақырам, ду қол қошеметпен қарсылайық ағайын. Ей шап! Жоқ, рахмет. Жетешке емес бүгін енді. Кешіріңіздер. Ассаламалейкум. Бекзатжан, мына мерекең құтты болсын айналайын. Бақытты адамсың. Әкең бар, шешең бар. Осындай жерде той істеп беріп жатыр. Біреулер болады, әкесінен, шешесінен туғаннан отыра бер, Бекзатжан. Алтын қапталып, күміске сапталып, бірден бай болған адамдай бір әңгіме айтады, ондай бай болмадым. Bir тақыры кедей жігіт болдым шырағым. Ешкім жақтырмайтын. Арық кезімде көзім бұдан да үлкен болатын, семірейіп, кішірейіп кетті. Сонда нағашыларым жақтырмайтын. Сен осы көзің бадырайып, ұры боласына ватаңын әлет бүргін дейтін. Жиендерім сен қисық сөйлейсің дейтін. Кейін Алла тағала бақ беріп еді, бәрі түзеліп кетті. Сол кезде жазған өлең, егер қолда дүние болмаса деп, осыны мына өзбектер сұрап алып айтты. 90 жылдар, одан мынау қырғыздар сұрап алып айтты, Алтынай Нарбаева деген. Одан Әбжаппар Әлқожада айтам деп еді, сенен дұрыстап айта қой дедім. Әзірен бір ет жеп отырып тыңдап көріңіздер. Егер қолда дүние болмаса немесе жалғызаны жібер бір жақсы дуқол шапалақ болса кәнекей. Көтер, кән шапалақ кәнекей. Еще. Сыйластықтың бәрі далбаса, араласпас ешкім жармаса. Ренжіме ағайыныңа, егер қолда дүние болмаса. Ренжіме ағайыныңа, егер қолда дүние болмаса. Еркелігің ағаңа жақпас, ертек айтсаң балаңа жақпас. Әзілдерің бажаңа жақпас, егер қолда дүние болмаса. Әзілдерің бажаңа жақпас, егер қолда дүние болмаса. Нағашыңа көздерің жақпас, жиеніңе сөздерің жақпас. Өзіңе де өзгелер жақпас, егер қолда дүние болмаса. Өзіңе де өзгелер жақпас, егер қолда дүние болмаса. Сырластарың сырыңды ашар, жақын досың жаныңнан қашар. Әйеліңде айқайға басар, егер қолда дүние болмаса. Әйеліңде айқайға басар, егер қолда дүние болмаса. Немереңде сұрақ қоймайды, сөзіңізде қуат болмайды. Қызыңызда құлақ қоймайды, егер қолда дүние болмаса. Ұл қызыңда құлақ қоймайды, егер қолда дүние болмаса. Şapalak kadar
Қайын жұртың есектейді екен, құдаларың өсектейді екен, әпкең езіп кесектейді екен. Егер қолда дүние болмаса, әпкең езіп кесектейді екен. Егер қолда дүние болмаса, саған ешкім ергісі келмес, қарыз сұра бергісі келмес, түріңді де көргісі келмес. Егер қолда дүние болмаса, түріңді де көргісі келмес. Егер қолда дүние болмаса. Дүниесіз пенде көпке сыя алмайды, кей жігіт сиямын деп қиялдайды. Ауру бол жүре алмайтын тақыр кедей, жалғыз ана жамандыққа қия алмайды. Ауру бол жүре алмайтын тақыр кедей, жалғыз ана, жалғыз ана, жалғыз ана жамандыққа қия алмайды. 70 жұлдыз жағылып, күндей жарық бола алмас. 7 жеңгең болса да, бір анаңдай бола алмас. 70 жеңгең болса да, ана орнына тола алмас. Жақсы, рахмет. Бауке кеңіз. Мына баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады деген екен, Бекзатжан. Құда қаласа, ананың сүтімен дарымаған қасиет, ешқандай түйенің ананың сүтімен дарымайды деген екен. Сондықтан алтын құрсақты анадан туып, ақжаулықты ананың сүтімен адам болдым деген азаматтар бүгін Бауыржанның анасы үшін, және жұбайының анасы үшін, бүгінгі қос ғашығымыздың анасы үшін, жер бетіндегі аналар үшін орнымыздан бір түк тұрып шапалақ ұрайықшы. Аналар аман болсын, келіндер сәлем қылсын айналайын. Сәбиіне сәлем сап қойсаң болады осы жерде айналайын. Рахмет. Кім күшті дүниеде ана күшті. Небір патша пайғамбарда ананың сүтін ішті. Басыңды иіп тағзым ет аналарға, ақ сүтімен гүлденген жердің үсті деген екен. Сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын, Бауке. Енді Бауыржаны деген атты жаманын көрген жоқпын. Ең жаманы мен сияқты әнші болады екен. Соған көзім жетті. Сондықтан мынау ешкіден ешкі туады, естіден есті туады, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деген екен, Бекзат. Тектінің баласын төрге шығарсаң, халықты елді сыйлап көпке қарайды. Тексіздің баласын төрге шығарсаң, көкірегін керіп көкке қарайды деген екен. Сондықтан барынша иіліп, шырағым сөйтіп жүре бер, жақсыдан жақсы туады, жарқылдаған қарғадан қарға туады, қарқылдаған деген. Жақсы тұқымсың, шырағым. Байгене деген бұл Құда қаласа үлкен ұру. Барынша бір-біріңді бағалап, мұны есті жігіт мақтанса есебін табар, ақымақ жігіт мақтанса қатын сабар деген үй болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Жақсы жігіт астындағы атын артпайды, қойындағы келіншегін қартпайды деген бір-біріңді сыйлап сөйтіп жүріңдер. Сен де бір ауыздан шығады, сіз де бір ауыздан шығады. Енді 2 жас ортаға келсеңдер, сендер үшін Құда қаласа біреулер жазды, осы кісінің сөзі өте әдемі екен депті. Өзі де бұттайып семіріп шаш түсіп қалғаны болмаса әдемі кісі екен депті. Ондай әдемі жігіт болмады. Осы 57 жыл, 60 жыл өмірімнің 45 жылы тоймен өтті. Концертпен өтті. Мұна жағамыз талай рет әртүрлі помада болып келді. Әртүрлі духи сасып келді. Соған жақсы әйел, ерін сыйлап данақлар,
жаманға амал бар ма шарағылар, ер жігіт мың жерден есті болса дағы, ақмақ қатын ақылын адағылар деп бір өлең жазған емен. Сондықтан осы әнге Құда қаласа билейім деген азаматтар өзінің туған жұбайларымен келсе, бақытым сен аяулым, бәуке өзіңіз бастайсыз ортаға.